Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кокосовый печенье жасаймыз. Ол үшін біз оның үстіне сахарный пудра саламыз. Сосын кукурузный крахмал саламыз да. Оның үстіне сары майды чоркадан өткіземіз. Бірінші осы біздің құрғақ массаларға батырып аламыз. Достар, бізде осындай рассыпчатый қамыр шықты. Енді біз оның үстіне қасықтың ұшымен сода қосамыз да, кокосовый стружка қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді біз оның үстіне 2 жұмыртқа және кішкене айран қосамыз. Қамыр илейміз. Енді біз бұның бетін жауып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің қамыр сәл болса да қатты. Енді біз бұны 2 бөлшекке бөліп алып, оқтаумен жақсылап жаямыз. Егер де қамырларыңыз жабысып жатса, оң қолдануға болады. Мінекей достар, жайып алдық. Енді біз оны кез келген формамен кесіп аламыз. Форма жоқ болса да тіпті стаканмен де кесе беруге болады. Қалауыңызша ортасын бүйтіп кесіп алып тастайсыз. Енді барлық қамырдан осындай печеньемізді жасап аламыз. Енді біз печеньелерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печенье пісті. Енді мен оның бетін әдемілік үшін сгущенканы бүйтіп жағып, стружка себемін. Осылайша бәрін істеп шығамыз. Сонымен достар, біздің печеньелеріміз дайын. Дәмі өте күшті шықты. Қатты көтермелі емес, немесе қатты тәтті де емес. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңырау шағына басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.